Қайырлы күн, құрметті шәкіртім. Енді сіздермен бүгін халық күйі жастар биін үйренеміз. Жастар биінде біреулер 5-ші пернеден бастап жатады, біреулер 10-ші пернеден бастап жатады. Біз екінші нұсқасын таңдаймыз, яғни 10-ші пернеден бастаймыз. Қағысын бір рет көрсетіп кетейін. Біз жастар биін 3 бөлімге бөліп аламыз. Бірінші және үшінші бөлім бір-бірінен ауымайды, яғни қайталау. Екінші бөлім тура сол бірінші бөлімдегі сияқты, бірақ басқа пернеде ойналады. Қазір мен қағыстарын көрсетемін. Алмай кезек. Осы қағидамен қазір бастаймыз күйімізді. 10-ші пернеден бармақ ұсталады да, асты ашық, ештеңе баспаймыз. Осы әуенді 4 рет тартамыз. Кеттік ал. Жай тартып көрсетемін. Бастаймыз бірінші бөлімді. Екіншісі. Үшіншісі. Төртіншісі. Тағы бір айта кететін жайы, егерде домбыраңыздың құлағы тура келмей тұратын болса, Pano-Tuner деген қосымшаны жүктеп аласыз App Store-да немесе Play Market-тен. Одан кейін менің домбырама құлағы сәйкес келу үшін астың шекті G дыбысына келтіресіз, үстіңгі шекті D дыбысына келтіресіз. Одан кейін менікімен дауысы үйлеседі. Ары жалғастырамыз. Әуен басталады. Бағана кіріспе бөлім 4 рет тартылған. Енді әуен до үшінші қағыз үстіңгі шекке, яғни 12-нің үстіңгі шегінен басамыз. 4-ші созақпен жоғары қарай, асты емес үсті. И 9-10. Ми, фа, ми. Үстіңгі шек қайтадан. И 9-ға қайта ораламыз. Ми. Енді астынан соль, ми. 10-ші перне. Фа. 9-дан қайтадан. Ми, фа, ми, ре. Қайтадан ми. Дәл осыны тағы да бір қайталаймыз. Домбыраны алғаш бастап үйреніп жүргеннен кейін, енді жастар би соған арналған күй ғой, домбыраны алғаш бастап жүргендерге. Соны постановкаға қатты мән беріңіздер. Қолды былай, одан кейін оң қолды былай тартып, қисық ұстап жүрмеңіздер. Домбыраның басы иықпен бірдей тұрсын. Кеттік, бағанаға өңді қайттан қайталаймыз. До, 12, ре, 9-ға. Ми, фа, ми, ре, ми. Астынан соль, ми. 10-ға. Фа, 9-дан. Ми, фа, ми, ре, ми. Енді бірінші әуен бітті. Қайталаумен екінші әуен басталады. 9-дан бастаймыз. Ми, фа. Енді жылжимыз. 2 саусақ 12-ге жылжиды. Соль. Соль, ля. 14, қайттан соль, фа, 9-10. Ми. Астынан соль, ми, фа. Ми, фа, ми. Төбесінен қайтадан естеміз, тура осы екінші әуенді тағы да бір рет қайталаймыз. Ми, фа, 12, соль, ля, 14-ке, қайттан соль, фа, ми, астынан соль, ми, 10, фа, ми, бірінші бөлім аяқталды. Енді екінші бөлімі біз қазір 5-ші пернеден бастаймыз. Дәл осы әуендер 5-ші, 10-ші пернеден қалай басталды? Әуенден басталды ғой. Кіріспе бөлім тартпаймыз тек қана, бірақ 5-тен тура сол әуендермен бастаймыз. Екінші бөлім. Бірінші бөлімді жақсылап тартып алыңыз, практика жасаңыз, жаттаңыз, одан кейін барып екінші бөлімге көшіңіз. Екінші бөлім 5-тен басталады. Кеттік. 4-ші созақ 7-ге. И 4-ші перне. Астың шектен
Қайталау. Астынан төртке ораламыз. 5, 5, 5. Си, до, си, ля, си, си, си. Енді си, си, до. 5-ке кетеміз. Екінші әуен басталды. 5-тің екінші әуені басталды. 7-ге. Мына жақта кеттік қой біз. Сол сияқты. Си, си, до. 7, 7. Қайталаймыз екінші әуенді. Осындай жай күй тартып отқан кезде кейісті саусақтарды барынша дұрыстап алыңыздар. Бұлай тартпаңыздар міне. Өйтіп тартатындар олай емес міне кейісті. И 7, 7. Ре, 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 ми, ре, до, си, си, си. Астынан ре, ре, си, до, до, си. Екінші бөлімді аяқтадық. Енді қайтадан не істейміз? Бірінші бөлімге қайтамыз. Яғни үшінші бөлім бірінші бөлімнің тура қайталауы. Кеттік, ал енді қайтадан оннан бастаймыз. Бірінші бөлім, яғни үшінші бөлімнің қайталауы. И 9-ға. Қайталау. Астынан. Бірінші әуен бітті, екінші әуен басталады. Ми, фа, 12. Соль, соль, соль. Соль, ля. Соль, фа, ми, ми, ми. Соль, соль, ми, фа, фа, фа. 9-дан. Ми, фа, ми, ре, ми, ми, ми. Дәл осы екінші әуен қайттан қайталаймыз. Ми, фа, соль, соль, соль. Соль, ля, соль, фа, ми, ми, ми. Астынан. Соль, соль, ми, фа, фа, фа. Енді ең басында күйді қалай бастадық кіріспесімен, соны тартып бітіреміз. И екіншісі. Үшіншісі. Төртіншісі. И бір қағыз. Күй бітті. Осылай жастар биін толығымен тартып бітірдік. Енді сізге тек қана көп практика жасап тарта беру керек, содан кейін нәтиже шығады. Менің каналыма кіріп, осы күйді үйренем деп ниет білдірген екенсіз. Көп рахмет. Комментарий жазып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Маған деген алғысыңыз сол болсын. Келесі күйде кездескенше.